Аса құрметті әріптестер, әйелдер қауымы, құрметті қыз-келіншектер, сіздерді келе жатқан керемет көктемнің мерекесі 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесіменен шын жүректен құттықтаймын. Ықылым заманнан бері аталарымыз, бабаларымыз біздің әйелдің орнын ерекше белгілеген. Еркек үйдің иесі болғанменен әйел үйдің киесі деп анықтаған, анасын ардақтаған, келінін құрметтеген, қызын төрге шығарып мәпелеген халықпыз, елміз. Әйелдің орны, қыздардың орны бүгінгі біздің қоғамымызда да, оның ішінде білім саласында біздер бірге қызмет істеп атқан кәсіби білім саласында орны ерекше. Сіздерді бірге қызмет бастай отырып, біздің колледжіміздің жұмысын бірге өрістетіп, жандандыруға күш салатынымызға сенемін. Сіздерге осы көктемнің мерекесінде дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Басты байлық денсаулық, жақындарыңыз аман, ата-аналарыңыз аман есен болып, ұзақ өмір сүріңіздер. Әр отбасыда қуаныш пен жақсылық болсын, бақыт пен береке болсын. Күлкілеріңіз шуақты болып, өмірлеріңіз мәнді болсын, сәнді болсын әрдайым. Ұл қыздарыңыз өсіріп отқан қызықтарын көріп, еңбектеріңіз жансын. Істеп атқан еңбектеріңізде үлкен ізденістер, табыстар тілеймін. Мереке құтты болсын. Уважаемые, дорогие наши женщины, я искренне хочу вас всех поздравить, коллег, женщин нашего коллектива, с наступающим Международным женским днем 8 марта. Это истинно очень благородный, красивый праздник с наступлением весны, который наступает. В преддверии праздников я хочу вам всем пожелать, наши дорогие женщины, крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия в ваших семьях, спокойствия душевного, чтобы вам всегда сопутствовал успех и удача. Я думаю, что мы совместно будем трудиться и поднимать дальше престиж нашего колледжа. Всех вам благ, успехов и удачи. С праздником вас, дорогие женщины!